Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге 7 түрлі заттан жасалатын наурыз көже жасап көрсетемін. Мен 4 түрлі дән қолдандым. Маш, бидай, күріш, жүгері қолдандым. Және су, ет, тұз қосатын боламыз. Бірінші етті қайнатып аламыз. Сосын жүгері саламыз, бидай саламыз. Осы жүгері мен бидай қайнап пісуге дайын болған кезде машты салатын боламыз. Маш ісініп пісуге жақындағанда күрішті саламыз. Осымен жақсылап қайнатып пісіреміз. Ет пісіп шықты. Енді осы еттерді турап көженің ішіне саламыз. Енді осы пісіп шыққан көжемізге 2 литр айран қостым. Айранды жақсылап араластырып, көжеге қосамыз. Осымен көжеміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Сіз де осылай жасап көріңіз.